Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға үйде бар заттардан дайындалатын ыстық тағам түрін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де дайындап көріңіздер. Ең алдымен етті өздеріңіздің қалауларыңызша турап аласыздар. Пиязды, сәбізді және сарымсақты орташа қылып турап аламыз. Ыдысқа етіміздің мөлшеріне қарай күнбағыс майын құямыз. Май қызған соң пиязды салып, сарғайғанша қуырып алу қажет. Етті салып біраз қуырып аламыз. Дәміне қарай өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш, карри және тұз салдым. Сәбізді салып араластырамыз. Салқын немесе суық су құямыз. Ыстық қайнаған су құймаңыздар, себебі ет қатайып, ұзақ уақыт пісетін болады. Қайнаған соң оттың астын баяулатып, 1 сағатқа жуық уақыт етті пісіріп аламыз. Ет піскенше қамыр дайындаймыз. Қамыр илеу үшін салқын судың үстіне тұз салып, тұзын ертіп аламыз. Оның үстіне 1 жұмыртқа жарып, 1 ас қасық сұйық май құйып, жаңағы суымызды біртіндеп құя отырып, қамыр илейміз. Суды көп мөлшерде немесе бірден құймаңыздар, себебі қамыр жұмсақ болып кетеді. Біртіндеп құя отырып илеу қажет. Енді дайын болған қамырды пищевая пленкаға немесе целлофанға салып, 20 минут тындырып қоямыз. Ол уақыт аралығында қамырға салатын салмағын дайындаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап тураймыз. Қамыр тынып болған соң 2 немесе 3 бөлікке бөліп аламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы. Мен 3 бөлікке бөлдім.
2 бөлігін шетке қоя тұрып, 1 бөлігін жайып алдым. Жайма осындай әдемі болып шығады. Қалыңдығы мантының жаймасына жайған сияқты болу қажет. Жайма жыртылмайды, осы құраммен дайындап көруге кеңес беремін. Ендігі кезекте жайманың үстіне біраз күнбағыс майын құйып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Уақтап туралған пиязымызды осы қамырдың үстіне біркелкі етіп жаю қажет. Видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Осылай пышақпен турап шығамыз. Әр бөліктің өлшемі шамамен 5 см. Әр бөліктің екі жақ шетін видеода көрсетілгендей бекітіп шығамыз. Үстіне біраз су құйып көлемін ұлғайтып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және бір ас қасық томат пастасын салып жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған сорпамызға жаңағы бөліктерімізді осылай орналастырамыз. Қайнаған соң оттың астын баяулатып, баяу отта шамамен 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз дайын болды, дәмі керемет болып шығады. Қамырды мен айтқан жолмен дайындасаңыздар, бір-біріне жабыспайды, ол жағынан алаңдамай жасай берулеріңізге болады. Ең бастысы қамырға салынатын пиязды ұсақтап тұраларыңыз қажет. Сонда пиязымыз тезірек пісіп, жайма езіп кетпейді.
Қалауларыңызша тағамның үстіне ас көк сеуіп әсемдеуге болады. Қолжетімді ингредиенттерден осындай әдемі, дәмді болып шығатын тағамды жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айзат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.